Ассалаумағалейкумдер. Армысыздар. Кеше маған мындай зат келді. Ішінде осындай кабель да. Көрсетемін сіздерге. Мындай кабель, магнитный зарядчиктің кабелі. Басында не тұрады? Басындағысын мына телефонның артына салып қойдым, оны бар ғой. Міне телефонның артына салып қойдым. Міне көрдіңіздер. Мына телефонның артына салып қойғанда бұрын телефонның мына зарядтайтын жері кетіп қала береді да. Соны ремонттатып проблема болып жүретін еді. Негізі мынаны әкеліп магнитный зарядчикті алғаннан кейін бұл проблема шешілгендей болды. Негізі бұл осыны ойлап шығарған адам бір нәрсенің біреудің проблемасын шешіп тұр ғой, көрдіңіздер ма? Бұны қазір телефонның артына саламын. Артына салып жатырмын. Телефонның артына салдым. Міне осылай ылғи жүре береді телефонның артында. Телефонның артында жүре береді. Осы сат мына көріп тұрсыздар ма? Телефонның артында ылғи жүре береді. Одан кейін бұның жақсы жері, бұл проблема постоянно жүре береді. Мына кетіп қалады, сынып қалады деген не болмайды да проблема. Сосын мына жай ғана бүйте қоясың, болды. Телефон зарядты алып жатыр, көрдіңіздер ма? Зарядка кетті. Жай мына розеткадан аласың да, қоса қоясың, болды. Міне қараңыз, зарядка алып жатыр. Мынандай ғой, Samsung-ке келеді. Сосын мына Type-C-тікі бар, сосын iPhone-тікі бар. Міне iPhone-тікі, Samsung-тікі, Type-C-тікі. Мындай жақсы сат екен ғой, мындай кабель ғой. Басындағысын телефонның мына жеріне салып қойдым. Мынаны алып сала бергесін, андай простой зарядчикті алып сала бергесін, мынаның іші кетіп қалады. Анда да алып салмайсың, тек бүйтесің, тек жапса қояды өзі. Мынандай дүние. Магнитный зарядчик дейді. Осы дүние сіздерге көрсетіп отқаным. Осыны 1000 жарымнан ба, 1000-нан ба сатылымдау деймін, осылар деген негізі. Кеше маған Алматыдан келген осы саттардың бәрі. Білгілеріңіз келсе, осы сатты қайдан алу керек екенін мен сіздерге айтамын. Комментарийға жаза салыңыздар, керек болып жатса. Жақсы, сау саламатта болыңыздар.